Қойшыбек мүбәрак перігөші 11 бөлім. Жеңгесінің алдымен ұлын, сонан кейін өзін шақырғанына тіксінген ол, қашанғы қосқа кіргенше жүрегі лопып әзер жетті. Тентек қара, осы сендерге еш залалымыз тимес екен деп ойлаушы ем. Ол болмаған екен. Ана кенжең сендерді аңдып жүр. Пер ауылына дейін барып қайтыпты. Енді көзіңнен таса қылма. Ұстамасаң айырыласың. Бақ бөрмен бірге матасаң да өзің ие бол. Менен қайран жоқ, деп шығарып салды. Басқа тірліктерінің барлығын қайырып тастап, соны аңдумен қалды. Ешқайда қия бастырмайды. Еркелетіп өсірген кенжесін тентектеуге түскенін 30 қанша жылдан бері екі үйдің бірдей барлық ауыртпашылығына қыңқ етпеген шешесі шарт айырылды. Өмірі алдын кесіп өтпей, және деп зыр жүгіріп, құрмет етіп жүрген жеңгесінің қосына жаулығын қолына алып кіріп кетіп, орнынан тұра алмай домаланып жатқан бейбақпен жұлысып шықты. Күйеуінің де миын ашытып, құлақ етін жеді. Ашуға мініп, қамшымен қанша рет домбылатып алғанымен қайтар емес. Оған бұғатын кенже ұлы жоқ. Қарық-қарық күліп, бақбөрдің қасына барып жатады да алады. Екі жақтап жүріп, арқанның ұшын таптық, деді бір күні. Ойбай, ортасына жеттік, деп келді бір күні. Бір күні. Арада біраз мал үңгірге жеткізілді. Кезек соңыра құлағынанға ауыстырып алған асау көкке де жетті. Оған да бықпады. Тек сол түні таң атқанша бақбөрдің қасынан шықпай түнеп қалды. Бір күннен соң жеңгесі шақырып алып, барлығымен бақылдасты. Тек абысынын үйге кіргізбеді. Оның да келе қойғысы келмесе керек. Тек көз қылып жылаған сымақ болды. Асау көктен кейін көгінгенге кезек келді. Бұл жолы кенже ұлы әкесін алаңдама, аңдымаймын енді деп уәде беріп, шешесінің қасында тыныш жатып қалды. Ертесінде таң атар атпастан бақбөрдің қалыптан тыш шырқырап күлген даусы таудың ішін күңіренте жаңғыртты. Тарқаттым мен, тарқаттым! Үйдің желке жағында шоқыдан қалың тұман сайға қарай жылысып келеді екен. Тұманнан адасып қалмасын деп, малға кеткен үлкен ұлының артынан тағы бір баласын жіберген ол енді Жәми жеңгесіне келген. Есікті ашып ішке кіре шорт тоқтады. Жалғасы бар.